Бізде ресми сұхбат емес, бағытта жұмыс жасайсыз. Адамдармен жұмыс жасаудамын. Жаным қиналды ғой. Өзімді іздеп бастадым. Бұл салаға келгеніме қатты қуандым. Жалпы психосоматика дегеніміз не? Оның ешқандай қиындығы жоқ. Қорқамын, ажырасу үстіндемін, больно. Ойын барысында не сездіңіз? Тәнім реакция берді. Қолдағым келмеді. Сәлем достар, мен Арайлым Алмасқызы, психолог, игропрактик, маг, эксперт маманымын. Менің жұмысымның басты мақсаты адамдарға өз-өзіне қайта оралуға, ішкі тепе-теңдікті қорғауға, табуға және жүрекпен өмір сүруге көмектесу. Сонымен қатар сіздерге таныстырып өткім келіп тұрғаны менің жақын арада жарық көретін кітабым «Ішкі үн» деп аталады, яғни өзіңді тану, ішкі махаббат пен сананы ояту туралы. Бұл кітап менің жеке тәжірибемнен және адамдармен жұмыс барысында жинақталып өмірлік түсінігімнің нәтижесі дегім келеді. Бүгін сіздерді ерекше маман, психолог, психосоматик Салтанат ханыммен таныстырғым келеді. Сонымен қатар менің трансформация ойыннан өткен, яғни рухани өсу мен өзін-өзі тану жолындағы әрқашан ізденісте жүретін жан. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Енді бұл подкаст бізде ресми сұхбат емес, бұл екі маманның, екі әйелдің достық шынайы әңгімесі дегім келеді. Еркін түрде подкастымызды жалғастырсақ, енді Салтанат ханым, өзіңіз туралы кішігірім айтып өтсеңіз қысқаша, және қай бағытта жұмыс жасайсыз? Мен есімім Салтанат Мұратқызы болады, психолог, психосоматик. Қазіргі таңда адамдармен жұмыс жасаудамын, ішкі жан дүниесімен. Бұл салаға мен қалай келдім, негізі өзім себепші болдым. Былай айтқан кезде жаным қиналды ғой, ішкі жаным қиналды. Ұзақ уақыт бойы бұған дейін мен білім саласында жүрдім. Ішкі жан дүнием қиналады, түсінбеймін, медицинаға барамын, жаным қиналады. Барлығы результаттан жақсы деп шығарады, бірақ мен ішкі жан дүнием тыныш болмағаннан кейін өзімді іздеп бастадым. Өзімді іздедім, психологияға бардым, ар жаққа, мына жаққа көп тренингтерге қатыстым, бірақ ішкі жан дүнием тынышталмайды. Ішкі жан дүнием тынышталмағаннан кейін бір күні Инстаграмда отырамын, психосоматика маманы оқытамын деген көзге ілінеді. Сол жерде бірден осы психосоматика саласына бірден жазылып оқып кеттім. Ішкі жан дүниемді тазарып, өзімді танып, өзімнің қандай адам екенімді, қандай қасиеттерім бар екенін білген кезде мен бұл салаға келгеніме қатты қуандым. Себебі барлығымыз жаңағы әйел адамдар ішкі жан дүниесін тынышталғанын қалайды ғой. Сол сияқты мен де жаным тынышталғанын қалағаннан осы маманға келдім. Қазіргі таңда қыз келіншектерге себепші болып жүрмін. Жалпы психосоматика дегеніміз не? Бұл психосоматика дегеніміз негізі жан мен тәнмен жұмыс жасайтын сала. Негізінде көп адам түсінбейді, психология мен психосоматиканы шатастырып жатады. Психосоматика деген жалпы не деген сияқты. Негізінде оның ешқандай қиындығы жоқ. Адам жанымыз қиналады ғой. Біз эмоцияларды кейде шығарамыз, кейде шығара алмай қаламыз. Сондықтан жан мен тән екеуі бір-біріне кейде сай келмей қалады. Сондықтан психосоматиканы осылай түсіндірем көп адамға. Сізді жаныңыз бен тәніңіз екеуі бір-біріне сай келмейтін болса, эмоцияларды үнемі іште тұншықтыра беретін болсақ, адам жаңағы ауруға алып келеді, неше түрлі ауруларға. Сондықтан осы салада психосоматика деп атайды. Енді сіздің тәжірибеңізде адамдар ең жиі қандай мәселемен көп келеді? Көбінесе адам өзгі ішкі состоянием, қатты ашуланып тұрмын, ренжіп тұрмын, кінәлі сезім, қорқамын деп үнемі өзінің ішкі состоянияларымен келеді. Қарым-қатынас, көбінесе қарым-қатынаста жаңағы ажырасу үстіндеміз, болмаса бір-бірімізді түсінбейміз деген сияқты. Основном осы кейін ішкі жан ауру, тәнім ауырып тұр деп келеді. Клиентпен жұмыс барысында қандай тәсілдерді немесе әдістерді пайдаланасыз? Негізі ол әр индивидуальный адамдардың запросына қарай қандай мәселемен келіп тұр, қаншалықты больно немесе қаншалықты жеңіл, ол соған қарай техникаларды бөлем. Ішкі бала состояниесі бар, медитациялар бар, тыныс алу техникалары бар. Негізі көп өте. Ол индивидуальный өтеді негізінде. Енді сіз жақын арада менің трансформация ойыннан өткен болатынсыз. Сол тәжірибеңіз туралы бөліссеңіз, ойын барысында не сездіңіз, қандай инсайттар алдыңыз? Негізі бастапқыда ойында кішкене логикаға кетіп жаттым. Не болады, қалай болады деп. Кейіннен уже кәдімгідей тәнім реакция берді.
тәнім реакция берді, ішкі сезімдерім оянып бастады. Алып қашты басында. Қабылдағым келмеді, түсіне алмадым, біраз өзімен алысып тұрдым. Ол как будто сырттан қарасаң бір ұзақ уақыт сияқты да, но на самом деле ішімде какой-то секундтар болып жатыр да. И ол жерде мен түсінгенім, кәдімгідей іштегі тұрған нәрсе сыртқа шығады екен да. Ол жай ғана былай ойын сияқты көрсең, жай ғана былай қарасаңыз, карта бір ойын сияқты ғой, но на самом деле ол жерге үңіліп қарасаңыз, кәдімгідей бір іштегі больді алып шығады. Триггер, даже триггер тезеді. Бұл ойында жалпы түсінгенім ішкі жан қалауыңды тыңдау. Мысалы, демал деп тұр ма? Маған көбінесе демал деген не шықты, карталар шықты. Оған қатты мән берген жоқпын. Мүмкін бұл емес шығар, менікі емес шығар деп қарсыласу болды да. Как это мен и так демалайын деп жүрмін ғой, қалай бұл шығып тұр деген сияқты. Негізі бұл ойында өте терең жатыр. Көп адам ойлайды ғой, жай ғана ойын деп ше. Негізі бұл ойынның ішінде кәдімгідей сіздің ішкі жан трансформацияңыз өтеді. Қабылдау, түсіну, оны қолға алу, шынымен де оған қатты мән берген кезде көрініп тұрады, немен жұмыс жасау керек. Көп адам қашады ғой, жаңа қорқыныш келіп тұрса, скрывать етіп, все у меня хорошо деп маска кию мүмкін да. Но на самом деле ана жерде сіздің бүйтіп маскаңыз шешіледі да. И соны қабылдау керек екен да. Маған шықты ғой, демалыңыз деп. Өзіме инсайт былай келіп тұр да. Көрген нәрсені қабылдап үйрену, қарсыласпай. Сол ой маған күшті бір дем берді. Өзіңізбен жұмыс істеудің жаңа деңгейін байқадыңыз ба? Осындай ойындар психологтар үшін пайдалы деп ойлайсыз ба? Әрине керек нәрсе. Қанша жерден психолог болсаң да, қанша жерден психосоматик болсаң да, біздің жанымыз бәрібір құлдырайтын кез болады. Біз мықтылыққа, идеальный өмір сүруге талпынбаймыз да. Просто адам болу керек. Алдыңа келіп тұр ма, қабылдап үйрену керек та. Қарсыласпай ешқандай. Енді жалпы сұрақ ретінде қойып кетсем, өзін тыңдау үшін адам не істеу керек? Көбінесе көп адамдарда жалпы өзімде де бастапқы кезде өзіңді тыңдау үшін деген мағынаны түсінбейтін. Қалай мен өзімді тыңдау керек деген сияқты. Ал қазір өзімен жұмыс жасай келе, шынымен де ішкі ол тыңдау керек дегенде көп адам жаңағы логикаға қарасаң, бір странный нәрсе болуы мүмкін да. Это не странно, бірақ ол былай, мен өзім қазір өзімнен айтып берейінші, тыңдау, қалау. Мысалы, ішке қалау келеді да, сізге демал дейді, иә? Біз не істейміз? Демалмаймыз да. Мына дүние жақсы нәрсені көргім келеді деп ішкі қалау айтып тұрады. Я это хочу деп. Біз оны не істейміз? Тұншықтырамыз да. Вот мен айтар едім, осы ішкі сезімді тыңдау, ішкі қалауды тыңдау. Бәріміз айтамыз ғой, жаңағы интуиция. Көп адам айтады, ана интуицияны тыңдаған кезде осы нәрсе орындалды деп жатады ғой. Вот осы нәрсе да, ішкі әлеміңіз тыныш болған кезде, сіз ішіңізді тыңдаған кезде, сіз ойламаған нәрселер көп болады да. Мысалы, мен өмірімде сондай нәрсе болып жатыр. Когда өзімді тыңдап бастадым, мен қалауымды орындап бастадым да. Бұрын өзімді тыңдамайтын кезде мен қуып кетер едім да, кәдімгідей ашуланып, ренжіп, неге болмай жатыр, не үшін деп ожидание көп болатын еді да. А қазір өзімнің ішкі жан дүниемді тыңдаған сайын, өзімнің қалауымды орындаған сайын менде іште тыныштық бар деп айта аламын. Енді осы сұхбатымызды аяқтасақ, қорытындыласақ, оқырмандарға айтар ойыңыз болса? Негізі мен былай көп айтпай ақ қояйын, иә. Просто өздеріңізді жақсы көріңіздерші. Ол жақсы көру деген жаңа бет әлпетті сипалай беру, әдемі киіну, болмаса күшті үй алып, күшті квартира алып, ол емес. Просто өздеріңізді қалай бар солай қабылдауда. Ішкі тұлға бойыңыз Алла тағала қалай сізді жаратты, сол тұлға бойыңызды жақсы көріңіз, сол қасиетіңізді жақсы көріңіз. Барлық адамда кемшілік болады негізінде, плюс минустар. Біз кейде сол плюстарды қабылдаймыз да, ал минустарды қабылдағымыз келмейді, қашамыз дейді. Өз-өзімізде қашып жүреміз. Поэтому адамдарда жаңағы негативный состояние өте көп. Одан кейін заблуждение. Мысалы, бір жұмыс жасағым келіп тұр деп, жаңа бизнесті алайықшы, мысалы, осы бизнесті ашқым келіп тұр деп алады да, бірақ ішкі жан қалауын тыңдамайды. Ақшам жетпейді ғой, ол жерде қандай болады ғой деген сияқты проблеманы бүйтіп көбейтіп тастайды да. А на самом деле
ішкі жаныңызды тыңдасаңыз, интуиция бәрін айтып тұрады да. Сен мынандай әрекет жаса, аз-аздан. Мысалы, ерте жаяу жүруге болады. Мысалы, жаяу жүрсеңіз, сіздің санаңыз тынышталады, жүрегіңіз тынышталады. Регулярно істесеңіз, ол бір күн істеп қойып қойсаңыз әсер етпейді ғой. Сол сияқты өмірде ішкі жан, тыныштық керек та. Әр нәрсені уақытымен, әр нәрсе өз уақытымен келеді. Алла тағала айтып тұр. Алла тағала да өзі айтады ғой. Әр нәрсені өз сәтімен деген сияқты. Өмірде де тура сондай да, мысалы. Просто бізде шыдамдылық керек, сабырлық керек. Сабырлық бар жерде бар нәрсе болады да. Сондықтан сіздерге тілерім, өздеріңізді тыңдаңыздар, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Барынша мынау фокустарыңыз өздеріңізде болсын. Виртуальный өмір сүрмекші. Просто здесь и сейчас. Қазір не сезесіз, иә? Жаныңыз нені қалайды? Мынау іштегі отты өшірмеңіздер де, наоборот жағыңыздар. Сол. Рахмет. Енді сізбен сөйлескеннен кейін, осы сұхбаттан кейін мен тағы бір нәрсе көзім жетті. Адамның саулығы тек дәріде емес екен, өзіне деген махаббат, яғни түсіністіктен басталады екен. Енді егер де сіздерде өздеріңіздің денелеріңізбен, ішкі жан дүниеңізбен, даусыңызбен жақсырақ түсінгіңіз келсе, Салтанат ханымның жұмысына міндетті түрде назар аударсаңыздар болады. Салтанат ханым, бүгінгі подкаст үшін, әңгімеңіз үшін сізге көп рахмет. Енді бізден кішігірім сый, өзімнің қолдан жасалынған авторлық, яғни сіздің именной блокнотыңыз сізге сыйлыққа бергім келеді. Рахмет. Енді келесі кездескенше, енді алда уақытта әлі де подкасттар болады деген ойдамын. Сізге тек жақсылықтар тілеймін. Жұмысыңызда табысты бола беріңіз, жетістікке жете беріңіз. Сол үшін сізге рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар.